жатқан жолы. Ертеңгі сағат 7:25 жолға шықтық біз. Это длинный поезд. Иә, длинный поезд. Ясмин, Ерхан. Ал жайлап ұзақ жолшылығымыз басталды. Мынандай жолдан басталып жатыр. Жаңадан салып жатыр екен. Бұйырса, бүгінгі планымыз негізгі Алла берсе Владикавказға бару, немесе оған жақын кездерден қонып үлгеру. Сол жақта бір жерге түсу. Жолымыз болсын. Судың керек екенін шөл дегенде ғана білесің. Жолу керек екенін жаурағанда ғана білесің. Бағала өмірді бағала, мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден ағалшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Жарық керек екенін қараңғыда ғана білесің. Сезім керек екенін жалғыз болсаң ғана білесің. Бағала өмірді бағала, мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден ағалшы бәрін түзет. Жасағанда амалдар ұмытпа, бұл берілген өмір алма кезек. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Река Бузан. Мост. Он на воде плавает, да? Видишь, он прям плавает, он двигается вот так. Да. Он с глазами? Нет. Какой красивый. Сонымен қазір жергілікті уақыт 2. Астраханьға кіріп келе жатырмыз. Таңғы 7-де Атыраудан шыққан едік, 2-де Астрахандамыз. Бірақ есіңізде болсын, Астрахан уақыты Атырау сағатына қарағанда 2 сағат артта. Шекарадан 1,5 сағатта өттік десек болады. Қазақстан шекарасынан тез өтеміз, 30 минутта
тексереді, ашып қарайды. Бірақ бізге повезло дегендей, адам бізбен ойнап, сөйлесіп, өзі қазақ екен осы жақтың. Ұру сұрасып, әйтеуір бір-екі сумканы ашқан сияқты болды да, для вида, жарайды, бара беріңдер еді. Сонымен кеттік, орыс симкасын салып алдық. Енді бізде бәрімізде раздача, интернет бар, рахат. Бұйырса, кешке Владикавказ жаққа баруды ойлап отырмыз. Ингушетияға хотя бы кіріп, сонда бір таныс жігіт бар еді, сол үйіме келіңдер, қарсы алам деген, соған үміт артып келдіңіз. Сонымен біздер қазір Калмыкия Республикасына келе жатырмыз. Астрахан облысынан шықты. Жергілікті уақыт сағат 5:30 деп жатыр. Табиғаты керемет, жап-жасыл. Ана жерде құм өтіп кетті, нарын құмы сияқты. Жолды қараңызшы, керемет, менше мына Құрманғазы ауданынан шыққаннан кейін жолдың бәрі керемет сияқты. Енді бұйырса, алда әлі 300-350 километрдей Грозный. Оның ар жағында Ингушетия бар, Ингушетияға баруды ойлап отырмыз. Сол жақта көріскенше. Снова дурманят, каждая манит, зовет за собой. Дороги, дороги, если бы вы знали, как мое сердце. Шешенстан Республикасына кіріп келе жатырмыз. Дағыстаннан шықтық, енді алда Шешенстан, ар жағында Ингушетия. Кешкі сол жаққа бару жоспарда. Көрдіңіздер ғой, ландшафт қалай өзгереді. Калмыкияда кішкене Қазақстанға ұқсас құмды, шағылды, кішкене жазық жер еді. Одан кейін Дагестан ағашты, енді Дагестаннан кейін Шешенстанымыз мынандай орманның арасында келе жатырмыз. Әлі тау басталған жоқ, таудың көкесі енді алда болады. Ол жақта одан да әдемі болатынына сенеміз. Черешка сейдеге қиле айына, вишина ирс асмасаряхлар дина, ховозаро дерек дахыр хитира. Біздер Грознойдың 70-80 километрдей қалды. Көрдіңіздер ғой, Кавказ таулары басталып келе жатыр жерде. Осыған дейін ешқандай тау іштен болмайды, төбеште басталып келе жатыр. Енді перевалдар болады. Ендігі қызық тау үстінде болады. Так, ресторан Али. Еш болды. Жергілікті уақыт түнгі сағат 10, бірақ Атырауда таңғы 1. 11 уже. Магаз деген қаланың шет жағасына келіп отырмыз. Бізді қарсы алған Мұхаммед деген біздің досымыз. Бұл кісімен біздің Астрахан Волгоград саяхатында танысқан едік. Содан телефондарымызды бір-бірімізге алып, хабарласып, ол да Атырау намаз клубында бар. Біздің келе жатқанымызды естіп, бізді қарсы алып, гостиницаның номер алып, мынандай үлкен дастархан жасап, бізді түнгі сағат 11 шамасы болды қазір. Естіп әңгіме айтып қарсы алып жағдайымыз бар. Қазір біз Ингушетия Республикасындамыз, Магаз қаласында. Бұйырса, ертең таңертең Грузияға қарата жол жүреміз. Біздер бүгін 13 шілде, жергілікті уақыт 9-дан кетіп жатыр. Аман есен кеше келіп, Ингушетияда досымыз Мұхаммедпен кездесіп, танысып, кішкене тамақ ішіп, гостиницада қонып, жуынып, шайын айтыр. Бүгін күшті демалып, таңертең енді қазіргі кетіп жатқан жеріміз ол Владикавказ қаласы. Владикавказ қаласының әрі қарата Верхний Ларс деген Грузия менен Россияның шекарасына кетіп бара жатырмыз. Мына көргендігіңіздей, Кавказ таулары. Осы таулар ақ шыңдары, ол біздің кәдімгі Эльбрус таулары, осының ар жағында жатуы мүмкін.
Еуропадағы ең үлкен шыңның бірі Эльбрус. Осылай жолымыз осылай қарта болады. Бұйырса, енді шекараға барғасын көреміз, қаншалықты көліктің көп екендігі немесе аз екендігі, қалай тез өтетінімізді тағы да жазамыз. ჩვენს ქვეყანაში ჩამოდიან კილერსი მარუნ ფაივი აქ იყო ჯეიმს ბრაუნი სტინგი სამჯერაც ნამყოფია მე თვითონ ვნახე ლაივი ჯიპსი მიცეკმა ჯაირი შაკირამა სიმღერა ელტონ ჯონმა დაუკრა ბონიემზე ვიცეკვეთ დავიღალე იმ ხელა სტადიონი დრაკონებმა დახურა ბრუნო მარსის ჩამოვალ სულ მალე როცა გავისტუმრებ ყველა შენი ჯერია დიჯეი დღეს შენ უნდა გარისკო ქართული დისკო დროა დაიწყო გაგვაგონე ჩვენ Грузиядамыз. Шекарадан қалай өттік? Ресей, Грузия шекарасын 30 минут өттік. Грузия шекарасында примерно 30-40 минуттай өттік. Негізі одан да тез өтуге болатын еді. Процедурасы өте тез. Бірақ ана жерде ремонт жасалып жатыр, қосымша жолдар жасалып жатыр. Кішкене құрылыс жүріп жатыр деген сияқты. Аздап прокол қалсаңықтан 40 минуттың ішінде өтіп кеттік толықтай. Семьямызбен, машинамен бәрі. Ал меніңше 10-15 минутқа да жүруге болатын сияқты ертең. Ана жолдар біткеннен кейін дополнительный пункттар салса, онда бір 15-20 минут өтуге болады. Міне көрдіңіздер, табиғаты тамаша, таулардың үстінде орналасқан. Жүруі де әдемі, серпантин жолдары. Бірақ енді осындай фуралардың артына түсіп қалсаңыз, 30-40-пен жүріп отырасыз. Біздер қазір Грузияның шекарасынан өте бере кезіккен бірінші елді мекен Пасунари дейтін елді мекендеміз. Бұл жердің бір атақты, өте маңызды, бір қызықты десек те болады, табиғи құбылысы бар. Міне қараңыздар, алда екі өзен бір-біріне келіп қосылып жатыр. Біреуінен қара түсті су, екіншісінде ақшыл түсті су. Бірақ екеуі де ешқашанда қосылмай ағып кетеді екен. Бұл жердің өзінің өте тамаша бір хикаясы бар екен. Аңызға қарағанда анау таудың басында апалы сіңілі екі қыз өмір сүрген екен. Біреуінің шашы сары түсті, екіншісінің шашы қара түсті. Екеуі де сол осы елді мекеннің атақты сұлу қыздары болған екен. Және екеуі де бір рыцарға ғашық болған екен. Бірақ рыцарь сары шашты қызды таңдаған соң, оның сіңлісі қара шашты қыз мен сіздерге кедергі келтірмейін деп, сонау таудың басынан бір суға секіріп өлген екен. Соның көз жастан аққан су қара түске боянып, мына қара түсті өзен сол қыздың құлаған өзен екен. Бұны көрген, естіген сары шашты апасы бұндай оқиғаға көтер алмай, мен де сіңілімнің жолынан кетем деп, ол да анау жақта таудың үстінен екінші суға секірген өлген екен. Оның көз жасынан мына көргеніңізде ақшыл түсті өзен аққан екен. Сол екі апалы сіңілі өзен осы жерге келіп қосылған екен, бірақ қосылса да сулары қосылмай әрі қарата ағып кете барады екен. Міне, саяхатымызды жалғастырамыз. Бұйырса келесі әлде де талай қызықты тарихи жерлерге тоқтаймыз деген сенімдеміз. Всем привет! Мы приехали в Конституцию. Я вам покажу Конституцию. И ячмень, и робот, и лампочка, и это, и это тапочки мой, это Ясмина, это кровать, это папа, это Лили, это Ширак, а это дверь, это наши все вещи, а это стульчик. Грузияда екінші күніміз.
бір гостевой дом тауып алып едік. Booking.com'нан $33. 4 кровать, 4-іміз ұйықтап шықтық. Енді қазір таңертеңгі асымызды ішіп алып, Прометей дейтін үңгірге келдік. Бұл өте үлкен үңгір, өте әдемі үңгір, әртүрлі табиғи құбылыстарға бай. Осы бір көріп шығайық, бірге жүріңіздер. Қазір Прометей үңгіріне түсіп бара жатырмыз. Бұл Грузиядағы ең үлкен үңгір және дүние жүзіндегі ең үлкен үңгірлердің бірі болып есептеледі. Бұның аңыз әңгімесі өте қызықты. Оны қазір ішке кіргесін айтамыз, өте тереңде. Өте әдемі. Пещера Прометей дейді. Прометей үңгірі. Баяғыдағы ежелгі грек аңыздарына бойынша Прометей деген құдай адамдарға алғашқы рет от жағуды үйреткен екен. Адамдар алғашқы рет от жағуды үйренгеннен кейін адамдар өздері күшті бола бастағансын, Зевс құдайлардың бастығы оны наказать етіп, осы Кавказ тауларының ішінде астына, жер астына бір үңгірге оны кәдімгі шынжырмен қадап тастаған екен. Содан бері бұл шынжырмен қадалып жатқан Прометейді біздің қазіргі заманда адамдар тауып алып, осы үңгірдің ішінен тапқан екен. Ол Прометейді еще тек қана үңгірге қадағаннан бөлек, оның құс келіп, оның бауырын шұқып жейді екен. Бірақ Прометейдің иті Прометейді құтқару үшін шынжырды жалап, тістеп, азайта береді екен. Бірақ әр жыл сайын, яғни Рождество кезінде, Зевстің адамдары, ұсталары, кузнецтері келіп, жаңа шынжырды қайтадан дұрыстап, яғни Прометейдің шығуына ешқандай шанс қалдырмайды екен. Мынаны қараңыз. Осындай керемет. Бұл үңгірден әртүрлі замандарда әртүрлі адамда өмір сүрген, ішінде жан-жануарлар болған. Прометей үңгірі аяқталды. Шамамен 1,5 километрдей жаяу жүріп шықтық, бірақ дым бөлінген жоқ. Қараңыздар, мынау табиғаттың қалай жасалған, мыналарды қараңыздар. Әрқайсысын су ағып тұр астына. Міне. Тұзды су емес. Сонымен үңгір саяхаты аяқталды. Әрі қарақта келесі саяхатқа келесі. Прометей үңгірін бітірдік, аралап, өте жақсы, өте әсерлі болды. Келесі саяхатымыз енді қазір Батуми қаласына барамыз. Батуми қаласында көретін жерлеріміз бар. Ол жерде кішкене тұрақтаймыз, тамақтанамыз. Бұйырса бүгін кешке Трабзонға өтеміз. Солай жоспарымыз. Море, смотри, справа. Вот мы вам еще шоколадками заводим. Это самый любимый шоколад. Правильно. Наши гости все знают, когда приезжают, привозят нам. Можете сюда где-нибудь там. Да. Нам его не хватало. Супер, нам его не хватало. Где-нибудь там его повесьте, когда удобно. Нет, она как раз спрашивала. Я спрашивала как раз, но нет. Батуми қаласындамыз. Оның орталық жерінде Қара теңіздің жағасында десек болады. Бұл жер өте
туристтердің ең көп келетін мекендерінің бірі. Мына артыңызда көріп тұрған монумент, бұл Али және Нино деген бір қайғылы махаббаттың куәсі ретінде жасалған монумент. Бұндай монумент еще Бакуде де бар. Бұл біздегі Батумидегі монументі. Яғни бұл оқиғасы қысқаша айтатын болсақ, ертелік заманда Али деген Азербайжан жігіт болған екен, Нино деген грузин қыз болған екен, екеуі бір-бірін қатты сүйіп үйленгісі келген екен. Бірақ әрине сіздер білесіздер, әрбір историяда әке-шешесі ондай адамдарға қарсы бар, біреуі мұсылман, біреуі христиан дегендей. Соған қарамастан біздің екі кейіпкеріміз үйленеді. Олар жасырын үйленіп біраз өмір сүреді. Олардың бір қыздары болады. Сөйтіп жүргенде оларды тауып алып Али деген жігітті адамдар өлтіреді. Қашып шыққан Нино мен оның қызы қашып барып өздерінің Грузия еліне кері қашып сол жақтан мекендеп сол жақтан тұрады екен. Ал енді осындай біздегі қозы көрпеш баян сұлу секілді махаббаттың оқиғасына арнап осындай жасалған екен. Екеуі бір-біріне келеді де, бірақ айырылып кетеді. Біздер қазір Батуми қаласынан шығып бара жатырмыз. Жаңа тамақтанған жерден, бұл орталықта екен. Енді орталықтан Түркия шекарасына қарай кетіп жатырмыз. Қаланың ортасына өтуге тура келеді. Жол көргендеріңізде өте тар. Машина көп. Кейбір жерлер Түркияның Стамбулына ұқсап келеді, әрине. Ескі үйлер деген сияқты. Машиналар да соған ұқсас бар. Атак енді жақсы қала екен. Порт жақсы. Суға түсетін жерлері бар, пляжы бар. Бұл жерде әртүрлі инвестиция салатын үйлер де бар. Білетін боларсыздар, әртүрлі рекламалар келіп жатыр ол Батумиде. Бірнеше қатарлы үйден, теңіз көрінісіменен үй алсаңыз, сол сізді және оны жалдап қойсаңыз. Сонда инвестиция өте көп. Ресейліктер, қазақстандықтар бұл жерден көптен үй алған. Құрылыс өте көп жүруде. Енді қазір көрейік границаны қаншалықты тез немесе жай өтетінімізді. Ал жаңағы сіздерге Батуми жақтан көрсеткен мешіт Қара теңіздің жағасында орналасқан. Демек біз Түркиядамыз, иә? Түркияға қалай өткенімізді айтайын. Түркия шекарасынан Грузия жағына 5 минутта өттік, Түркия жағына 7 минутта өттік. Просто одан да тез өтуге болатын еді. Мен түркше ана кісілермен сөйлесіп көпіріп, Атырау намаз туралы айтып, ол кісі офицер Инстаграмнан Атырау намазтың сайтына кіріп, біздің соңғы барған Ақтолағай, Бозжыра саяхаттарын қарап, біраз тұрып қалдық сол жерде. Атак одан да тез өтіп кететін едік. Страховка алдық. Страховка примерно $40 шамасында болды маған. 1 ай жарымға береді екен. Ана қараңыздар. Мінжеден де Түркия басталды. Как будто өзімнің екінші үйім сияқты сезініп келе жатырмын. Адамдарын да, культурасы да, мәдениеті де, діні де бізге өте жақын халықтардың бірі. Ойлаймыз енді Түркиядағы саяхатымыз оңды болады деп бұйырса. Қазір біздер Трабзон қаласына жол тартып бармыз. Ол жақта менің лицейде оқыған ағайым бар. Сол ағайымның таныстары күтіп аламыз деп хабарласқан. Сол жерден солармен кездесу бұйырса. Границадан Трабзон 187 километрде орналасқан. 2 сағатта барамыз деп ойлаймыз бұйырса. Sen üzülme, bir gülümse gel benimle.
саякатчылар, біздер бүгін бірінші түн Трабзонда қонып шықтық. Таңғы асымызға келдік. Түріктердің өте атақты популярный завтрактері сертме қақпалты дейді. Яғни бұл жерде кішкентайдан әртүрлі тамақтары келіп қояды. Көптеген адамға арналған. Негізінде бұнау на самом деле бір сертпен қақпалты бір адамға арналған деп есептейді. Бізге бұл молынан жетеді деп ойладық. Қалайсың? Бұйырса тамақтанып алып, Трабзон қаласынан шығамыз бұйырса. Одан әрі қарай Каппадокияға барамыз. Айтатын не, ауа райы тамаша. Мына жақта 30 градустың ар жақ бер жағынан аспайды. Таңертең салқын, күшті. Мына жерден теңіздің ауасы соғып тұр. Қара теңіздің свежий. Сондықтан мына жерде өте далада отыру өте керемет. Al бұйырса, асымыз дәмді болсын. Bir kere kırıldım, bir daha koruma. Bozulup döküldüm içime. Neler yaşattın, canımı yaktı çok. Yine de üzülme. Olur da derdime düşersen, dönemedim diye merak edersen, suçlayıp kendini avutma, başa dönüp kendimi savunma. Bir kere bu... Біздер кішкене тоқтап демалып жатырмыз. Бетімізді жуып кішкене. Мына жерде таудан су ағып жатыр, көрдіңіздер ғой. Сол таудан аққан суды осылай адамдарға шығарып қойған екен. Мына жерде былай жазылып тұр. Мен дейді, яғни мен сіздерге қазақшасын аударуға тырысайын. Бұрындары дейді, просто жабайы халде ағып жатқан су едім дейді. Мені біреу дейді, осындай ортаға шығарды дейді. Жаннат мекен болсын сол адамдарға, менен дәрет алып намаз қылғандарға деген жазу бар екен. Өте тамаша су. Яғни просто таудың суы ағып жатыр, ішуге де болады. Мына жерде кішкентай мешіті бар. Екі лира қоясыз мұнда. ішіне кірсеңіз, мұнан просто су ағып жатыр. Ешқандай тоқтаусыз. Бірақ қайда бар еді екен? Ана ағып жатқан суды. Қазір Сивас қаласына келіп, кішкене тамақ ішіп, карточка алып, сим карточка. Черешня сатып жатыр екен, килосы 15 лира. Бұл 15-ті 17-ге көйткенде қанша болды жаңа? 255. 255 теңге да килосы. Бізде балар 2000-3000 теңге. Біздер қазір Кайсери қаласына өтіп жатырмыз. Сол жақта қалып жатыр Кайсери. Кайсери дейтін Түркиядағы атақты қалалардың бірі, ежелгі қала. Және былай қалжың ретінде Кайсерінің адамдары анандай бізде айтады ғой, Южан, Шымкентский деп, яғни өте іскер, былай бір жағынан аздап ушлый деп айтады ойны болады. Қалжың әрине, бірақ осы жақтың адамдар өте іскер болады, яғни жұмыс жасап, бизнес жасап. Любой қалаларда сондай бар, Кайсерилі болса айтады, сен бір адам бір жерде бір успешный болса сұрайды, сен осы Кайсерилі емессің бе деп. Осы қала Кайсери деген анда үлкен тауы бар. Ал біздің келіп жатқан жеріміз Невшехир. Невшехир дейтін екінші аты Каппадокия. Сол жердегі Кая кемпинг дейтін жер. Яғни біз кемпингте орналасамыз деп шештік бүгін. Палаткамыз бар, спальный мешок, каремат бәрі машинада тиеулі, суымыз бар, тамағымыз бар, пешіміз бар дегендей. Соларды бір қолданып көрейік деп. Қазір күн батып бара жатыр. Соңға дейін барып үлгерсек жақсы болар еді. Көреміз енді. Шамамен 45 минуттай қалды. Bir kere burada girdin mi? Çıkamıyorsun bir tanem. Burada fazla kaldın mı? Çekiniyorsun aşktan. Сонымен біздер Каппадокия келдік. Өкінішке қарай азда кешігіп қалдық. Сағат 9:30. Бірақ бұл жақта күн уже
8:30-да батады, сондықтан 9:30-да қап-қараңғы болады. Мына жер Кая кемпинг дейтін жер. Мына жерде ертең таңертең күндіз болса көрсетеміз. Бірнеше адам, әртүрлі Словениясы бар, Россиясы бар, түріктері бар. Осылай палатка тігіп жатыр. Біз күнде палатка тігіп палаткамыздың орны ауысып кетті. Машина мына жерде тұр, жаңа мына жерге қырайын деп жатыр еді, онымен жел болғасын ауыстық. Қайырлы таң. Сіздерге өзіміз тоқтаған Кая кемпинг дейтін жерден аздап көрініс беріп таныстырып өтейін. Міне көргендеріңіздей арасында түріктер бар, орыстар бар, Словения дейтіндер бар, бәрі бар. Осы жерде келіп палаткаларын тігіп орыстар жатыр, адамдар жайлап тұрып жатыр. Таңғы сағат 5. Бәрінің күткені қашан баллондар, яғни воздушный шарлар дейді ғой, солар қашан көтеріледі дейді. Ана жақтан шығу керек, соларды қарап тұр. Біз де соны қарайық деп тұрғанбыз. Әйтпесе таңғы 5-те не жүрміз бар тұрып. Мына жақта да бірнеше адам жатыр. Біреулер уже қозғалып кетіп бара жатыр. Мынандай су ішетін жерлері бар. Әрбір машинаның тұрған жеріне байқасаңыз, андай лампочка бар, және астында оның тоғы бар. Зарядтауға болады батарейка телефондарыңызды. Мысалға мынандай жерде өзінің кішкентай отырғыштары бар. Жағатыны бар. Сөндіріп қоясыз. 2 зарядтайтыны бар дегендей. Кеше түнде 9-дан кете келіп, біз де осы жерге тоқтағанбыз. Балалар әлі ұйықтап жатыр. Ана жерге де келіп жатыр адамдар. Күн қызарып атып келе жатыр. Бірақ әлі ешқандай шарлардың, яғни бұл түркше айтқанда баллон дейді. Баллон деп те айтуға болады. Әуе шарларының әлі ешқандай көтерілгенін көрген жоқпыз. Бірақ қарап тұрмыз. Олар көтерілмеуі мүмкін, кейде жел немесе тағы да басқа табиғи жағдайлар болса, мысалы қатты тұман болса, жел болса, жаңбыр болса, олар көтерілмейді. Неге таңғы 5-тен 6-7-ге дейін көтеріледі? Себебі салқын уақыттардың бірі. Күн шыққаннан кейін уже баллондар, олар енді ыссы ауаны ысытып көтеріледі ғой. Ал салқын уақытта ғана көтерілу керек. Күн шыққаннан кейін, күн жылынғаннан кейін баллонды ысыту қиын бола береді. Сондықтан тек қана таңғы 5 пен 6-ның арасында көтеріледі екен. Кемпингтің орналасқан жері қаланың сыртында, Невшехир деген қаланың сыртында. Адам басы 200 лира кіруі, тағы да 100 лира душ, туалет, кухняны қолданғаның үшін төлейсіз. Біз мысалға семья болып 500 түрік лирасына келістік. 500 дегеніміз, яғни 17-ге көбейтесіз 500-ді.
Россиялықтар кетіп баратыр. Балған шамамен 8.000 бірдеңе шамасында болады. Мынау жаңағы администрациясы. Міне көргендеріңізде қаншама адам келіп, қандай компаниялар, қандай клубтар, экспедиция клубтар келіп тұрғандары мұнда көресіздер. Көбі еуропалықтар. Байқаған бойынша. Қазақстанның Атырау намазтікі болғандағы жасырып кететін едік. Оны білгенде мен де алып шығатын едім. Мына жақта өздерінің отыратын, шай ішетін, тамақ ішетін жерлері бар. Мына жерде кішкентай кухнясы. Ары қарата туалет, душ, ваннасы бар. Картаны қарап жүрейік. Біз шамамен ортасындамыз. Егер мына Түркия болатын болса, біз жоғары жақтан Трабзоннан мына жерде Невшехир деген жерге түстік. Осы жерде шамамен ары қарата төменге Анталияға түсеміз. Түркияның қақ ортасында жүрсек деп айтуға да болады. Так, тағы қарап шығайық. Не бар екен басқа? Негізі бұлардың бассейні болу керек. Қазір ремонт деп ашылмай тұр. Мына жақта бассейн болып тұр. Жан жақтарына ремонт жүріп жатыр. Тастарды, кафельдердің бәрін қайтадан жасап жатыр екен. Осы жасап өтетін болады. Мына жерде үлкен алаң бар екен. Осы жерде не қара қуат. Әне, сіздер көрген боларсыздар. Мен де көрдім. Шығайын деп жатыр. Отын қыздар батыр. Ал міне көптен күткен сәт. Баллондар, әуе шарлары жоғарда. Түсінгенім бойынша, мына жартастың ар жағынан шығып көтеріледі, кері ана жерге барып қонады екен. Бұлар ауада примерно 1 сағат болады дейді. 1 сағаттың ішінде көтеріліп, қайтып қонады екен. Тамаша көрініс. Лагерде қонған адамдардың бәрі шығып, фотоға, видеоға түсіріп, көріністі қарап жатыр. Ана рекламаларда, гостиницалардың рекламаларында осының фонында таңғы аш жеп отырады ғой, сол сияқты. Кейбіреулері уже қайтадан қонып жатыр. Мына бір көк шарымыз қайтадан қонайын деп жатыр. Ана жерден шыққандар. Тағы да шығып жатқандар бар. Міне. Мына жаңа көтеріліп келеді. Астындағы отты көресіздер, кейде лап-лап етіп жанып, өздері контроль жасап отыратын болып тұр ғой. Керегенше жағатта қайтадан сөндіріп. Сабақ берген ағайымыз Сулейман Бей бар. Сулейман Бейді көріп
Көгершін дейтін ауыл екен. Ана жерлерде әртүрлі үңгірлерден жасалған гостиницалар бар. Туристерге арналған. Шамамен 1,5 сағаттай жол алады. 1950'de gelmişler. Yanılmıyorsam Çin'den gelip bu Almata'nın o aradan Çin, Kazakistan, Moğolistan o aradan gelip buraya yerleşiyorlar. Hindistan'a gelip Hindistan'dan Türkiye'ye geliyorlar. Şimdi 70 yılları koşup gelgen deydi. Xitay arkalı, Mongolia. Burada kültür üyü var. Dom kültürü. Evet. Bir ikisi bu olsa söylesemiz. Cami var. Buraya mı? Yok gidelim. Gidelim. Burada kimse yok. Altay Hoca diye birisi bize Kur'an Halife Altay. Halife Altay. Kur'an kitabını avdargan adamlar. Evet. Böyle. Buraya bir şey yapacaklar. Ha, burada 200'lüğü var. Buraya dönelim. Buraya dönelim. Buraya dönelim. Hazır bizler Ulu Kışla degen ауылдың жанында Altay Қазақ ауылына келдік. Мұнда 1950 жылдары Қазақстанның қазақтар Қытай, Монголия, Афганистан арқылы көшіп келіп, осы жерге барып тоқтаған екен. 55 жыл. 55. Ал, мұнда olan бар қазақтарда? 10-15 Атыңыз кім? Білек? Бізде Тілек дейтін аттар бар. Бізде Атырау дейтін жерде келдік, Атырау. Қазақстанның батыс жағында. Қайнаға? Қазір сонда тұрады да Атырауда? Саламатсыз ба? Бізде балаларымызбен айналып жүргенбіз. İstanbul'dan geldiniz mi? Yok, biz Kazakistan'dan geldik. Direkt o şeye geldiniz. Ya, birinci Trabzon'dan Tümen'e geldik. Ana muhtar olsa o şeyleri korsat ettirip kırptı bari. Жақсы. Rakkaza tavarımız onda. Siz bir deneyin, şansınız varsa vardır. Tamam. Deneyelim şansımızı. Arpa сияқты. Ана машинада кісі отыр ғой. Артыңда. Biz Atırau'dan келіп жатырмыз. Россия, Грузия, Trabzon, Trabzon'dan buraya geldik. Oradan da Antalya. Sonra İstanbul. Siz kim bolasiz? Qazoqsiz ba? Men qozoqman. Ömer. İnim var Atırau'da. Жаңа bir ayol adamды көрдік. Менің қайнағам бар дейді Atırau'da. Bir ayol adam. Tamam. Siz o жаққа жіберді бізді. Tamam, Arcak'ta. O ne oldu? Ali sesi güzel. Ali ne? Sesi güzel. Ne sadak taktılar mı bu yıl? Ya. O birinci oldu. Ya білемін Ali'ді. O benim inim болады. Марат деген екеуі бірге андай Батухан дейтін нені болды. Федерация садақтар. Türkiye'ye geldim жерге. İstanbul'a geldi. 4-cü болған. 4-cü mü 3-cü oldu ya? 4-cü. Ali. Ya. Tamam, білем. Ben ең тез мерген әлелердің бірі. Сіздің кімі болады Али сіздің? Менің 4 жас кішкен інім болады. Туған ба? Туған інім. 20 жыл болды Қазақстан. Сіз онда не айтыңызшы? Қазақстан Сәлем айтыңызшы. Сізді видео түсіп жіберейік, Али бауырымызға жіберейік. Қазақстан келіп кетті деп, мен итақта келіп атақанда бар болады. Біз жайлап жүрейік. Бұйырса енді осы жерде біз белгілеп кетеміз ғой координатымызды. Қазақ үйі деп не деп. Балаларыңыз бар ма? Var. 4 бала. Üniversitede. Кішісі сізбен бірге. Жақсы. Біреу 13'ge geldi kız bala, kişisi kız bala. 18'ge geldi oğul bala. Үлкен 20'дағы kız bala. 3 kız 1 ұл. Сіздің кішкентай қызыңызға Қазақстанның шоколадын беріп жіберейінші. Қарап. Егер алып жүргенбіз. Апарып беріңіз дәмін деп Қазақстаннан. Неге шықпадық әлгі шарға шықпадық. Біз просто ана кемпингке қонып чатырда. Ана таңертең көрдік 5-те тұрып. Машалла. Әдемі екен. Жақсы. Ал жақсы, бұйырса. Амандықта кездескенше бұйырса. Сау болыңыз. Çay içseydiniz. Сау болыңыз. Сәлем айтыңыз.
Ата менен алады. Son fırsat. Соңғы рет дейсіз. Сау болыңыз. Сонымен біздер қазір таңертең Каппадокиядан шықтық. Жолда бір қонағымыз болды, ағайға соғып кеттік. Бұрыннан таныс үйінен сол завтрак ішіп. Соны сағат 10:30-да соқты. Біздер қазір Мерсин қаласына өттік. Алания қаласын жақындап келдік. Оң жақта көрсеңіздер, Клек теплица. Yani bu жақтың халқының 80% көрдіңіздер ме, осындай ауыл шаруашылығы, көкөніс, бұл жердегі гостиницалар өте көп, соларға поставка жасап отырады. Сол гостиница туризм айналасында жұмыс оларда. Және бұл жақта туристический жер болғандықтан кейін бағалары да аздап белгілі болады. Мысалға Анадолуда, яғни Түркияның қақ ортасы дейік, көп ешкім бара бермейтін жерлерде, мысалға айтайық, газдың бағасы біздің теңгеменен 1 литр газ 200 теңге болатын болса, мұнда 300-250 теңгедей болады. Сол компания, например, Тапсол компанияның Тапсол газы уже төмен түскен сайын туристический жер болғандықтан бағасы қымбаттай береді. Біздің қазір баратын жеріміз Алания қаласы. Алания қаласы емес, оның ар жағы, Анталия қаласының шет жағы. Дельфин Резорт дейтін бір гостиница, қонақ үй. Сол жерде тоқтап 3-4 күн боламыз. Кішкене балаларға да мотивация керек. Әйтпесе әрдайым палаткада, шатырда, машинада болу оларға да қиын. Сондықтан қазір бір жерге жатаймыз, қазір бір жерге барамыз, сонда күшті болады, сонда жақсы болады деп кішкене алдатып қоямыз енді. Сол сөзімізді орындайық деп бара жатырмыз. Гостиницаға барғаннан кейін ол жақта да тамашалаймыз. Анталияның, Аланияның баратын, аралайтын жерлері өте көп. Шама келгенімізше барып, көріп қайтамыз. İyi akşamlar, buyurun. Bizim kaydımız var burada. Rezervasyon. Evet. Сонымен біздер ұзақ жолшылықтан кейін Анталия қаласына келіп жатырмыз. Мына гостиницада 4 күндей боламыз. Бұйырса кішкене демалып, суға түсіп, күнге күйіп дегендей. Машинамыз осында тұрады. Бұйырса 4 күннің ішінде 4 күннен кейін тағы да жолшылыққа шығамыз. Сол кезде тағы да айтамыз бар. Мына гостиницаның аты Дельфин Резорт. Енді жақсы деп естейміз. Көреміз бұйырса. Ерхан, шаршадың ба? Жоқ. Шаршағаншысың ба? Жоқ. Тағы барасың ба машинамен? Машинамен тағы барасың ба алысқа? Ассалаумалейкум дерді. Ассалаумалейкум. У меня было радужное, но сейчас вот такое. У меня вкус еще ананас. И это я заказала Rainbow, называется. У меня тоже. Asansör yukarı hareket ediyor. Elevator is going up. Яма. Çok красиво, да, Ерхан? Красота. 5. kat, 5th floor. Kapı açılıyor. Door is open. Так, вот у нас фронтурчик. У нас вот такое вот зеркало. Вот туалетик. Это я. Привет.
Тут у нас еще зеркало, так может хоп, хоп. Это тоже я. Так, ой, у нас тут душ вот такой вот. Так, вот так. Шкаф, холодильник. Так, сейчас посмотрим, что тут. О, так, ну это не надо. Опять я. Телевизор, диванчик. Но тут еще может быть кровать. Это самое главное. Самое главное. Ой! Ну, вот такой вот у меня рум-турчик. Всем пока! Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar uslu durmaz. Kalanlar gideni gönlünde taşır. Aşk sevene yük olmaz, biz böyle bilir böyle yaşarız. O da biliyor, o da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini yapıyor. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır içimeli, gözleri derya deniz. Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek, gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor. Kara kara düşündürüyor. Onun da işi gidiyor. O da tırsalanıyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini okuyor. Sen güldüğüme bakma, gör de duy da inanma. Tuz buz oldu bu kalp, 10.000 parça. Aldığım her nefeste, attığım her adımda. Burada olsa, cancağızım yanımda olsa. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır çimeli, gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır çimeli, gözleri derya deniz. Betleri hep içime. Короче, атыраулықтар везде жүр ғой, везде. Мына қарасаңызшы. Ассалаумағалейкум, Ерге. Ой, сіз қайдан жүрсіз? Нет, супермаркетке шыққам атыраудан. Анасы кеттіңіз ба не? Дина базарға келейін деп. Ой, Дина базарға барам деп, Анталиядан бір шыққан дейсіз ғой. Ё-майо. Ой, мынау Атырау Намадс экспедиция. Ой, машалла, кеттік кофешик. Шықтық. Астрахань, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Чеченская республика, Ингушетия, Северная Осетия, Грузия и Туркия. Какой-то 1600 километрде уже Трабзонда шешіп отырасың. Ал сен Атыраудан мынжаққа шығатын болсаң, 1600 километрден сен примерно Қызылордада басың. Иә, тура солай. Ал шет елді арыламайсың да, сұрақ Қызылорда бір ел. Ереке, жаңа алыстан қанша километр
шаршамай шалдықпай осылай жеткеніңіз үшін мен сізге бір Исмаил деген бауырымыздың қуатты бренді бар, соны сізге бір қазақ жасайыншы деп от души бір не бар. Ана жақта өзім алып келгенмін ғой, мына жақта қараңыз, короче, менің үстімдегі бесарыс қой. Соның именно қара түрі сіз маған қарамақшы. Машалла. Бесарыс, короче, қазақтың несін жалғастырыңыз. Осы зиялылардың аманатын жалғастырушы болыңыз. Алла разы болсын, Асеке. Көп рахмет, Асеке. Молодец осындай. Бізде енді жолшымыз, енді бәрі жақсы болсын, Асеке. Жолымыз әрі қарата девам етecek, yani түркше айтқанда жалғасады дегендей. Асеке сияқты бауырларымыз жолда өте көп, солардың шама келгенше жолығып, көрісіп, амандасып, бір жол шығу бізге нәсіп болар деп ойлаймын. Көріскенше, Асеке, Алла разы болсын. 4 күн болдық. Бұйырса кері бүгін жол жүреміз, әрі қарата Түркия турын жалғастырамыз. Балалар кішкене ойнап, суға түсіп көңіл көтеріп жатыр. Ал біз бүгін Фетхиеге баруымыз керек. Фетхиеде өлі теңіз дейтін жері бар. Мертвое море. Табиғаты өте әсем, әдемі. Сол жаққа барып, палатка құрып, кемпинг жасау ойымызда. Мынандай жерде мороженойлар дайын тұрады. Мераба. Қайсысын жеді? Ванильный, какао, клубничный, любой алатын, әдейі балалардан стол шып бойы көру үшін кез келген алады да кете береді. Балалар 10-15 шақты мороженое жеген болар. Мына жерде готовый, мынандай мороженое жейін десе, оны да дайын тұр. Любой алып кете беруге болады. Мына жерде бар, қалаған напитктеріңізді жасатып аласыз. Бұның бәрі тегін. Ультра All Inclusive деген модель. Ана жерде гарсондарымыз бар біздің. Қол бұлға батыр. Олар сізге пляжға немесе бассейнге барып апарып алып береді бұл жұмыстардың бәрін. Тек айтсаңыз болды. Етер ки істе дейді ғой түркше. Қаласаңыз болды. Бізде кішкене ұзақ жолшылықтың соңында бір демалайық деп балаларымызбен бәріміз Ақтеңіздің жағасында бір гостиница келіп тоқтап жатырмыз. Тап-таза пляжы бар, құм мен тас аралас жайы бар екен. Яғни сөз жоқ, өте жақсы демалыс болып жатыр. 2-3 күн осы жерде тоқтап, демалып, балаларымызды суға түсіп, күнге күйіп, әрі қарата жол жүреміз бұйырса. Яхан, мороженое жейсің ба? Не будешь? Болдың ба уже? Aşığım seni seviyorum Fethiye. Hayatıma girdiğin gün yeniden doğdum ben o gün Fethiye. Жолға шықтық. Келе жатқан жеріміз бұл Фетхие дейді. Түркияның ең әдемі әсем жерлерінің бірі. Бұл қалада Ақтеңіз жағасында орналасқан. Шамамен 2 сағат жарым жол жүреді Анталиядан. Біз де жақындап қалып, бір 30-40 минутта барамыз бұйырса. Ол жақта да бірге оқыған жолдас жігіттер бар. Солар күтіп аламыз деп хабар берген. Бірге кездесейік, тамақ ішейік деп соған асылып келеміз. Ал кешке бұйырса Фетхиенің маржаны деп есептелетін өлі теңіз Голубая бухта дейтін жері бар. Голубая лагуна дейді. Яғни сондай әдемі ақ пляжмен, көк теңізмен атаға шыққан жерлердің бірі. Сол жерлердің бірінде сондай жерлер көп. Сол жерлердің бірінде кемпинг, яғни палаткамызды құрып ұйықтаймыз деген план бар. Бұйырса көреміз ғой. Әсері қазір Фетхие қаласына келіп жатырмыз. Қайда жүрсеңде Атыраускелер ғой бізде. Асылхан деген бізден бауырымыз, лицейде бізге оқыған,
осы жақта жұмыс жасап, кәсіп жасап жүр екен. Сол бауырымызды қарсы алып жатыр қазір. Енді бір-екі ауыз айтып жіберіңіз, сіздер мектеп жасап жатыр, бұлар лагерь жасап, көп күшті жұмыстар жасап жатыр. Ерекше рахмет, келгендерге қош келдіңдер дейміз. Рахмет. Жолдарың ашық болсын. Былай машиналарын дайындап, балдарың да семьяларыңмен шыққандарыңа молодцы. Көбі, многие мечтают, а кто-то делает дейді ғой. Әрқашан жолдарың ашық болып, былай ақ-басқа қандай жинау. Қатты қиын емес екен, шынымды айтсам. Яғни тек жүре беру керексің, болды. Сүре бер. Біздер 2015-тен бері жүрміз ғой. Күштіп негізі осылай. Асылхандар мұнда Қазақстанда Жаңа ұрпақ деген лагерь бар ғой. Кім еді? Асхат Абжан. Абжановтың, атақты бала психологиясын кітап жазған жігіт. Біздің балалар да бар сол лагерьде. Соның международный жағын қарайды екен. Асылхандар осы Феткейде лагерь жасап отыр екен, как раз қазақ балаларына. Солар лагері бар екен. Осындай жұмыс жасап екен. Сіз өне берсін енді, бұйырса. Bu sana son çağrım, çünkü hiç duyulmadı imdadım. O isyanım, bırak inkarı, astım vicdanıma ilanı. Aradım kaybolan her anı. Düştüm yine gece feleğin o masasına, kalbimde kapıları aralaya aralaya. Gönlümde defterin bembeyazdı ama yer kalmadı seni karalaya karalaya. Düştüm yine gece. Феткей қаласының атақты пляждарының бірі Help және пляж клубына келдік. Көргендеріңізде песок топырақтары, суы жып-жылы. Ана жерде яхтамен келеді екен бай адамдар. Естігеніміз бойынша Билл Гейтс 60 жылдығын осында тойлаған екен, ана жерге яхт жалдап. Осы жерден соның яхтысын обслуживать етуге кемелер барып, тамағын, несі не керек, соның бәрін қамтамасыз етеді екен. Бұл жерде мысалға осы Түркияның бір өзгешеліктерінің бірі, осы жерде мемлекеттен 49 жылға арендаға алады мысалға. 49 жылдың ішінде бұл басқа біреуге сатылады. Бірақ мемлекет оған ешкім ештеңе дей алмайды. Яғни көрдіңіздер ме? Мекеменің құқығы сақталады. Контракт 49 жылға дейін. Мына жақта сондай система бір-біріне береді да, сіз бизнесті, дайын бизнесті. Сол сияқты көргендеріңізде жаңа жерде отырып кафеде тамақ ішпек. Асылхан бауырымыз бізге бәрі көрсетіп түсіндіріп жатыр. Келіп кететін нүктелердің бірі Феткейде. Bizler қазір Феткейдің өлі теңізіне келіп, қарап кеттік. Міне, мына жерде айтады екен өлі теңіз деп. Себебі жерге ешқандай волна келмейді, тып-тыныш жатады. Солай ғой да сізге? Один из версий. Сондықтан енді бұл жерде үлкен пляж бар. Өкінішке орай қазір көрсете алмаймыз. Оған таңертең келіп, адам аз уақытта келіп соғып кетуді ойлап отырмыз. Қазір біз Қыдырак дейтін екінші өлі теңіздің аналогы сондай пляж бар жерге барамыз. Ол бұдан 3 километрдей жерде, примерно мынандай жерде. Табиғатын көрейік, не болар екен. Біздер аман-есен Феткейге келіп, кемпингке орналасып,
Шатырымыз, төсегіміз бәрі дайын, күшті. Асылхан деген бауырымыздың жері жаңа дамытып келе жатыр. Рахмет. Таза ауа, ешкім жоқ айналада. Ешқандай машина да жоқ. Далада ағаштар, павлиндер, құстар, жануарлар, толып жүр, аттар. Ертең таңертең бәрін көреміз бұйырса. Қайырлы таң. Бүгін 20 шілде. Біздер Фетхеде палаткаға қоныштық. Мынау біздің палатка. Өте үлкен палатка. Ішіне 10 адамға дейін барады. Мына жерде екінші палатка құрылды. Бірақ бұл жерде бізден басқа ешкім жоқ. Ана жерде павлиндер тұр. Бұл жаңадан ашылып жатқан жер. Әлі толық күшіне енген жоқ. Бұйырса келесі іске қосады деп тұр. Негізгі ориентирі жазда балаларға лагерь ұйымдастыру. Осы жерге 100-150 балаға дейін лагерь жасап, жазда осындай жерлерде өткізуді жоспарлап отыр. Мысалға, мынау көргендеріңізде гемплинг. Бұл да жасалып жатыр. Мына біреуі біткен түрі, екіншісі әлі жасалып жатыр. Көргендеріңізде ішінде мынандай кроваттар болады. Алты адамға дейін орын бар. Біздер бүгін Фетхеден біраздан кейін шығамыз жайлап. Әрі қарай Айдыны, Измир және Балкесир дейтін жерлерге барамыз. Тұрған жер күшті, тамаша, таудың басы, төбесі. Және біздің машина тұр. Қазір біздер Кемелер пляжы дейтін жерге келіп жатырмыз. Суды қараңызшы, тұп-тұнық, я. Мына жер 5-6 метр тереңдік болатын болар. Тасы бәрі көрініп тұр. Таңғы сағат 8, адамдар жайлап суға түсіп жатыр, келіп жатыр. Анан қараңыздар, тап-таза, жап-жасыл. Жағада шетелдік адамдар өздерінің кемптерін құрып жатыр. Осында ұйықтап жатқан болар, күшті машиналар екен келіп жатқан. По идее, осы жаққа да лагерь құруға болатын еді. Ұйықтап отыр адамдар. Құрметті саяхатшылар, достар, қазір біздер Чанаккале қаласына жақындап қалдық. Сол жерде бір кішігірім қалашықтың жанында мынандай әсем пляжды көріп қалып, тап-таза суыменен бұл жерге түспей кету мүмкін емес деп балаларымызбен келіп түсіп жатырмыз. Тамаша. Мына жерде специально салынған үйлер, яғни ЖК дейді ғой бізде. Кәдімгі прям пляждың жанына салынған. Мен қазір бойым бірде 50 метр тұрды, жердің астында бәрі көрініп тұр. Өте тап-таза су. Жерде пирс бар екен, секіруге болады. Бұл жерге келу шарт сияқты. Әдемі, әдемі. Енді бұйырса жолшығымыз былай қарта кетеді. Мұн жақта Чанаккале бар. Ол Чанаккаленің тарихы өте маңызды. Түрк Республикасы үшін көптеген соғыстар болған жер. Сол жерден әрі қарата біз
бұйырса Стамбулға шығамыз. 0532'li ara güzelim, binelim tramvaya, her yeri gezelim. Sevdim yandım yürekten, öpmesi senden ısrar etme. Ал біз қазір Балкесер менен Чанаккале деген екі қаланың ортасындағы үлкен таудың бірі Қаз тауы деген жерге келдік. Бұл артымыздағы көрініс Қаз тауы ұлттық паркі. Бұл ұлттық парк ретінде 1990 жылдардың басында республика осылай шешкен екен. Содан бері бұл қорық алаңы болып есептеледі. Бұл жерге ешқандай құрылыс, ешқандай жасауға болмайды. Мемлекет тарапынан қорғалады. Қорық ретінде сақталған. Бұл жерде өте көп аңдар бар, әртүрлі флора мен фауна сақталған. Қаз тауы деген ұлттық парк. Сол парктың ішінде туристерге арналған осындай кіреберісте әйнектен жасалған терраса бар. Бұл жердің террасасына өте жақсы көрініс қалаға шығады. Жүрудің өзі аздап қорқынышты, бірақ бір-екі жүргеннен кейін үйреніп кетесіздер. Бұл жердің аты түркше жам терраса. Яғни жам деген қазақша аударғанда әйнек, немесе шыны деп аударуға террасаны терраса. Яғни орысшасы смотровая площадка. Көргендегідей өте үлкен конструкциямен жасалған. Ал мына жерден төмендегі кішкентай қалаларға көрініс бар. Мына қала және ана қала. Біз бұйырса осы жерден шыққаннан кейін осы жаққа жол жүреміз. Мына теңізден айналып Чанаккале деген қалаға барамыз бұйырса. Ал мына жақта көріністердің бәрі сол Қаз тауы деген көрініс. Өте әсем. Мына жерден соққан желдің өзі де күшті. Ыссы күндері сап-салқын болады. Қазір көріп келе жатқан көрініс, біз Чанаккале деген қалаға келе жатырмыз. Мына теңіз, жерорта теңізі, яғни жерорта теңізі мен Қара теңізді қосқан бұғаз. Оның ар жағында Европа. Білесіздер, Түркияның Европада кішкентай жері бар. Чанаккале деген бұл өте Түркияда өте атақты қалалардың бірі, өте маңызды қалалардың бірі. Осыдан шамамен 100 жылдай бұрын осы қалада үлкен соғыс болған. Түріктер мен ағылшындар қырылған осы жерде. Көптеген сарбаздар шәйіт болған жерлер. Тіпті айтады ғой бізге бұрыннан оқыған кезде есімізде қалатын айтқан сөздерден. Осы таулардан аққан қан дейді, қойды шайып кетеді дейді. Яғни соншалықты көп қырылған адамдар, соншалықты көп батырлар осында шәйіт болған. Әртүрлі оқиғалар болған. Тіпті көтере алмайтын жүкті, көтере алмайтын тасты көтеріп кетіп жауға лақтырған кездері болған, яғни адамдардың. Сондай өте маңызды шайқастарға куә болған бұл қала Чанаккале. Чанаккале, қазір біз Чанаккале ортасына барып, бұл жерден паромменен Европа жағына өтеміз. Түркияның Европа жағына өтеміз. Бұл қалада да қарайтын жерлер өте көп. Троянский конь дейтін бар баяғыда, естеріңізде болар, кинодан көрген. Сол осы қалада орналасқан. Оның бұрынғы жері де осы жақта Троя елі болған. Осы жерде болған екен баяғы. Қазір соны барып көреміз. Біздер Чанаккале қаласының орталығына келдік. Мұнда көргендеріңізде сіздердің археологиялық қазбалардан табылған Троя қаласы осы жерден бір 20-30 километр жерде орналасқан екен. Бұл туралы әртүрлі документальный кинолар бар, художественный кинолар бар. Ең соңғы баяғы білесіздер, соңғы Брэд Питттің ойнаған киносы бар, Троя дейтін. Осы қалада шайқас болған, осы қаланы ала алмағандықтан олар қулық жасап, мынандай ат сыйлап кеткен екен. Енді осы Троянский конь, Троя атын қарауға барайық. Осындай аңызға
сүйенсек, осындай кеменің ағаштарынан осындай ат жасап, өздері осы аттың ішіне ең мықты деген сарбаздарын қойып, қалғандары кетіп қалған екен. Ол атты олар сыйлық деп ойлап, өздерінің қаласына кіргізгеннен кейін, түннің ішінде, бұл аттың ішіне шыққан сарбаздар шығып, қақпанын ашып, қалаға жауды кіргізіп, Троя қаласын астан-кестен шығарған екен. Атақты Троя аты. Троя қаласы осы Чанаккаледен шамамен 20 километр жер бұрын жерде орналасқан екен. Раскопкалар сол жерден табылған екен. Енді бұның историясын айтып қажет жоқ. Миф, аңыз, киносында көрген боларсыздар. Осы аттың сұлбасы сол табылған қазба үйлеріне қарап жасалған екен. Мына жерден сіздерге есін оқып берейін. Мына Чанаккале қаласынан 20-30 километр орналасқан Троя қаласының қазба жұмыстарына қарап қалыпқа келтірілген ежелгі Троя қаласы. Біздер қазір Чанаккале қаласынан шығып бара жатырмыз Европа жаққа. Яғни білесіздер, Түркияның Европа жақта да территориясы бар. Сол Европа жаққа өтеміз. Сол жақтан әрі қарата Стамбулға барамыз. Пароммен өттік. Қазір осы Чанаккаледен Стамбулға жол жүреміз. This was just meant to be. You'll be coming back to me. 'Cause this is pure love. 'Cause this is pure love. میخوام که وقتی خوابیم کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد باز خواب تو رو ببینم عطر نفسهای تو به تنم بپیچه کاش بدونی که زندگی بی تو هیچه This was just meant to be. You'll be coming back to me. 'Cause this is pure love. 'Cause this is pure love. I know you're more afraid. Ah güzel İstanbul, sana yar etmem, o benim aşkım. O benim aşkım, bak bu kerameti. Beni aştı, bir el at hadi. O benim aşkım. Ah güzel İstanbul, sana yar etmem, o benim aşkım. O benim aşkım, bak bu kerameti. Beni aştı, bir el at hadi. Стамбул қаласына келдік. Сол кеше Чанаккаледен шыққаннан кейін тіке Стамбул қаласының Кадыкөй деген бөлім районына келіп тоқтады. Қазір біздер Европа жағына Бешикташ деген жерге кетіп бара жатырмыз. Мына көргендеріңіздей ана отырған мешіт Султан Ахмет, одан кейінгісі Ая София, одан кейінгісі Топкапы сарайы. Көрініп тұрған башня, ол Галата башнясы. Мына жерлер Каракөй деп аталады. Район Каракөй. Одан кейінгі район Бешикташ.
Таксим алаңындамыз. Осы көше осылай ұзақ төмен қарты кілең туристер бар, жергілікті халықтар бар, әртүрлі кафе, ресторан, дүкендер орналасқан жер. Өте атақты жер. Бұл жерде көптеген көтерілістер болған кезінде, көптеген театральный постановлениялар болған. Әртүрлі адамдар кезеді, қыдырады, жүреді. Және жан-жақтарында, былай кіретін көшелерінде әртүрлі бар. Яғни түнгі өмір дейді ғой, ночной жизнь. Сол өте қатты дамыған жерлердің бірі. Біздер қазір балаларымызбен төмен қарта барып, қарап, жоғары қарта осы жердің осыдан 100 жыл бұрын жүріп жатқан трамвайменен жүріп көреміз. Жолдың бойында аутлет бар. Бұл жерде мысалға енді аутлет деген білесіз бе, арзандатылған киімдер сатылады. Өзінің модасынан шыққан, немесе тікелей аутлетке арнап фабрикадан шығарады. Жолдың бойында осындай күшті кәдімгі автобанның бойында демаласың, гостиницасы бар. Балалар ойнайтын жері бар. Anladım, sende öyle bir data yok. Ama şekilde sen alası var. Boncuk bol, el çabuk. Hadi vurabilirsen beni. Hadi öğret yine dersimi. Senden korkan senin gibi olsun mu olmasın mı? Seni şapşal numaracı çapkın merhabacı damdan da düşeriz olmadı. Bizler tаңертең İstanbul'dan шықтық. 450 километр шамасында Кастамону деген бір аудан бар.
Сол Кастамон ауданының ішінде үлкен бір каньон бар деп естіп жатырмыз. Сол каньонға келе жатырмыз. Бүгін кешкісін сол каньонды көру мақсатымыз, және сол каньонның айналасында палаткаге қону. Мынау енді олардың солтүстік жағы болып есептеледі. Естеріңізде болар, біздер оңтүстік жағымен келгенбіз Стамбулға, енді кері солтүстік жағымен келеміз. Солтүстік жағы әрине кілең таулы, ойлы, қырлы, жасыл, ағашты жерлер, және ауа райы да бөлек. Яғни ол жақта 40 градус болатын болса, мысалы Анталия жақта, ол жақта 25-30 болуы мүмкін әрі кеткенде. Түндері салқын болады. Сондықтан бұл жақты бір тамашалап көреміз. Баша дейтін. Сол ауылдың шетінде машинаны қою керек дейді. Ары қарата машина бара алмайды дейді. Жаяу жүретін тропинка бар дейді. Сол тропинкамен 1-2 километрде жүреміз. Сосын барып көрініс шығады дейді алдымызда. Сол Мұрат Баша ауылына келе жатырмыз. Таудың төбесінде орналасқан ауыл. Ауылдан өтіп кеттік. 3-4 үй бар ауыл екен. Бұндай жерлерде поворот не туда дейтін Ужскина бар ғой. Сол сияқты. 3-4 үй, айдала, басқа ештеңе жоқ, таудың басы. Үйлерде адам жоқ. Қайда кетті? Мал бағып жүрген болар. Әйтеуір мешіті бар екен. Eski үйлер. Bravo, sonunda da жолдары брусчатка. Abi pardon, o cam teras bu tarafta mı? Yok, cam teras karşı tarafta. Burada sadece şey var. Kanyon var. Kanyon. O bir çeviri olarak bir ağaç yapılı bir şey var. Ona gideceğiz değil mi? Aynen. Oraya yaya mı gideceğiz? Buradan 5-6 kilometre. Evet. Arabayı bırakacağız, bir de yaya mı gideceğiz? Aynen. Teşekkürler. Cam terası ar жақта дейді. Мына жақта қандай шығатын бірден каньонды қараймыз. Қазір көрейік неге болса. Мына жерден біз өте аламыз ба? Машиналар көп екен. Келген адамдар мына жерде шай ішіп демалатын сияқты ғой. Біздер қазір машинамызды қойдық. Енді қазір жаяу түсеміз, ана жерден билет аламыз. Билет алатын болармыз деп ойлаймын. Bizde öğrenci yok. Daha şey için. 4 yıl. Tamam. Kaç yaptın? 32 aldım ya, sıkıntı yok. Şey yok ya, 100 var bizde. Tamam, o da Ал біз каньон қарауға кетіп жатырмыз. Шамамен 1 километрде жүреміз. Төмен қарай. Түсу оңай болғанмен шығу қиын. Жақындап келеміз. Осылай көтеріледі екен. Ана жердегі өзінің қарайтын алаңы бар екен. Соған жақындап келеміз. Қазір Түркияның ең үлкен каньонына келдік. Олардың айтуынша бұл
дүние жүзіндегі ең терең екінші каньон екен. Тереңдігі 800 метрден 1000 метрге дейін. Каньонның ұзақтығы 12 километр. Яғни былай қарата жүре берсе, каньон жүре береді екен. Мынау біздің қарап тұрған жеріміз. Бұлардың енді туристер үшін дайындалған бір қарау немесе бақылау алаңы деп аталады. Смотровая площадкасы. Мына бұл жақта қараңыздар. Яғни біздің түсінгенімізше каньон дейтін ол неміз ғана Шарын каньоны бар, немесе Америкадағы Ұлы каньон деді. Олар бір түрлі судың жыра ретінде қалған жерлері болатын болса, мыналардың каньоны жартасы. Яғни мүлде жай ғана екі таудың ортасы сияқты болып көрінеді. Біз қайтып келдік. Мына жерде күшті бір кафе бар екен. Андай көліктер витринада, баяғы құрал саймандар отыратын жерін қарайық. Ауылдың іші мынандай тамаша жер бар екен. Осы жерде отырудың өзі қандай. Төменде сиырлар. Мынандай бар еді Гүлдана баяғыда біздің үйде. Қазір біздер каньоннан шығып, төменгі жағына келдік. Мына жерде бұрын камп жасайтын жер болған екен. Бірақ өкінішке орай сел басып кетіп, мына жердің көп ағаштарын қиратып, ана жерде даже бассейн болған, соны сындырып кеткен екен. Қазір қараусыз қалған екен. Мына жерде костер жағады, отырады. Мына жерде тамақ пісіретін жер болған, ар жағында туалеті болған, аны көргендей. Бірақ тамаша жер екен. Өздері су тартып қойыпты, кәдімгі таудың суы. Мына жерден ағып тұр. Сарқырап. Ана жерден өзен өтіп жатыр. Бұйырса, бүгінгі біздің лагеріміз осы жерде болады. Ясмин? Кастамону деген жаңағы каньонның төменгі жағына, өзеннің бойына келіп, шатырымызды тігіп, кемпинг жасайын деп жатырмыз. Яғни, осы жерге лагерімізді құрып, отымызды жағып, шайымызды ішіп, балалар бірдеңелер жеп, палатка ар жақта құрулы тұр, машинамызды тексеріп қарап, балалармен ойнап, қазір бұйырса жатамыз. Мына жерде 3-4 ауыл бар екен, таудың бөктерінде орналасқан. Басқа ешқандай ештеңе жоқ, мына жерде тып-тыныш. Біздің барған каньон негізі шетелдіктердің көп келмейтін жер екен. Мен байқағаным, тек жергілікті адамдар өте аз келеді екен. Яғни бұл жер
білінбейтін жерлердің біреуі. Ертең бұйырса тағы да бір екінші каньон бар. Негізі бұл жерде 3 каньон бар екен. Соның біріншісіне келдік. Ертең Жолшыбай. Тағы да екіншісіне соғып кетеміз таңертең. Сөйтіп ары қарата Трабзонға жол шығамыз. Koyunca geceleri başımı yastığa, uyku düşman kesiliyor bana. Paramparça dağıldım, toplayamadım bir daha. Olamadık ki hakim şu dilimize, gölge ettik saadetimize. Gittin ya öfkenle kol kola, o an yıkıldım yere. Sen de üzülüyorsun biliyorum, pişmansın ama. Şuradan sola dönüyorsunuz abi. Levhalar sizi getirir. Orada yazı var mı solda? Var. Bak şuradan sola girin. Tekrar direkt zaten şöyle çıkıyorsunuz bak. Tamam. Bak şuraya yukarı çıkıyorsunuz. Oraya siz şuradan sola dönün, levhaları görürsünüz. İlk sol mu? Aha, ilk sol. Tamam. Bizler endi hazır Kastamonu'damız. Soның bir ауылындамыз. Түнде сол Кастамонудағы каньондардың бірінің түбінде қонып шықтық. Қазір екіншісіне келе жатырмыз. Бұл Аздабай деген ауылы. Сол ауылдың шетінен қазір шығамыз. Ана жерде указательный көрсетіліп тұр. Чатак каньон дейді. Бұл каньонның аты. Сол каньонға барып көрейік. 7 километр точно. Бұл жерде 3 каньон бар екен. Валла, Хордо и Чатак дейтін. Сол 3 каньонның біздер асып кеттік. Мына жаққа кету керек екен. Мына жерде 4,5 километрде Жам террасы дейді. Яғни стеклянный смотровая площадка дейді ғой. Стекло шыныдан жасалған. Ал көрейік. Жолдар өте жақсы. Яғни Түркия бір жерде бір дамымаса да, бір қиыншылық заман болса да, әйтеуір не керек, туризмді ешқашан да тастамаған. Туризмге ақша көп бөлінеді. Жолдар салынады, тіпті баратын ойылы шұңқыр, тау төбенің бәріне дейін жол салып тастаған күшті. Ал біздер Чатак каньонының смотровой площадкасы дейді ғой, соған келдік. Мынандай кіретін, кіріп жеретін бұл жер ақысы 15 лира, ересек адамға, балаларға алған жоқ. Кіргенде мынандай бақиламен кіреді екен, яғни әйнектер тарап түспесін деп. Ал көрейік біздер. Бұл ана біздер Қаздағындағы осындай қарайтын әйнектен жасалған жер бар еді, соған өте ұқсас екен. Бірақ бұның одан да қорқынышты екен. Мына жерде оларды астында ұстап тұрған треугольный нелер болған жоқ қой. Ал мына жерде жоқ. Там құлап кететін дейсіз. Мына жақта қараңыз. Мына каньон астынан өзен ағып жатыр, ана жерден осылай жүре береді екен. Жаңа біздің кешегі қараған Валла каньонына барып қосылады. Осындай үлкен-үлкен 3 каньон бар екен. Түркияда. Азат түріндейді де. Вообще турки молодцы.
Реально. Вот для туризма все сделали. Вот дорожка пешеходная до смотровой площадки идет до парковки. Вот так. Через лес. Samsun'dan шығып Уния қаласына келіп жатырмыз. Мына Уния қаласының набережкасы өте ұзын. Мына жерде өте жақсы жағдай жасалған. Велопробежка, жүгіру, велосипед, сондай жолдар жасалған. Көрдіңіз бе набережкада? Өте әдемі жер, Қара теңіздің жағасы. Қара теңіздің ең әдемі жерлерінің бірі осы Уния қаласы екен. Қараш, осы жерде жүгіруге болады, мысалы ана адамдар жүгіріп жүр, бірақ енді түріктерде спорт өте қатты дамымаған, шынын айту керек. Бұл кімдікі? Біз қазір Түркияның соңғы қаласы Хопа қаласына келіп жатырмыз. Бұдан кейін шекара Грузия менен бұйырса елге қайтып баратырмыз. Қара теңіздің жағасында орналасқан бұл тамаша әдемі бір қала екен. Ризе облысына қарайды. Хопа деген кішігірім қала. Қара теңіздің жағасында орналасқан. Осы жерден бір тамақтанып алып, бұйырса енді қайта біз шекарадан өтеміз. Мынандай ресторан ішінде ағаш өсіп тұр екен, ағашты бұлар кестей өстіп, әйнекпен қоршап. Көрдіңіздер ме? ისი ტურფე ხევსურეთიდან ამყარა არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა არ ვიცი შენი თვალები сонымен біздің саяхатымыз әлі жалғасуда. Қазір біз Россиядамыз. Таңертең Грузияның Гори дейтін қаласында қонғанбыз. Сол жерде Ницца дейтін қонақ үй бар екен. Сол жерде қонып таңғы 6-ларда шықтық. 3 сағатта біз Грузия-Россия шекарасына келдік. Шекарадан Грузия жағынан өту кішкене тезірек болды, жарты сағатта, бірақ Россия жағынан 1,5 сағатта өттік. Бұлай общий айтқанда 2 сағатта границаны өттік. Граница өткеннен кейін ол жерде
Владикавказ дейтін қала бар. Бірақ біз ол қалаға кірмей, Московское шоссе дейтін бар, сол жолмен жүріп, Владикавказды айналып, яғни Владикавказ Северный Осетияның қаласы. Сол жерден біз Владикавказды айналып, Ингушетияға кірдік. Ингушетиядан Чеченстанға кірдік. Чеченстаннан Дағыстанға кірдік. Дағыстаннан Калмыкия Республикасына кірдік. Міне қазір біздер Астрахан облысындамыз. Астрахан облысы енді осы шамада, осы жақта бізді Астрахан қаласында күн батпай жетіп алып, қонып, таңертең бұйырса асықпай Атырауға қарай жол жүру жоспарымызда бар. Жол жақсы, тек Калмыкия Республикасы, Дагестан Республикасы, Чеченстан Республикасы, Ингушетия Республикасы кірген шыққан сайын посттар бар. Яғни бізге ешқандай сұрақ жоқ. Қайдан келдісің, қайда баратсың, тіпті машинаны ашып та қараған жоқ. Бір-екі жерде ашып қарады да, жақсы жүре беріңдер деп жүрек өткізіп жіберді. Жол жақсы, жол өте жақсы десек те болады. Енді бұл жақта біздер асыл мақсатымыз Түркия болғандықтан, Түркия Грузияны қарайтын болғандықтан, негізі бұл жақта көп біз кідірген жоқпыз. Себебі бұл елдің де өзінің бір тарихи, күшті әдемі жерлері бар. Әрқайсысына тоқталып өтуге болады, бірақ кері қайтарда үйге барамыз деген мақсат қойғандықтан кейін үйге тіке басып бара жатырмыз. Енді бұйырса ертең Астрахан жолын көреміз. Калмыкияда Саранча штурмына тап болдық. Көргендеріңізде бұлт сияқты қап-қара кетіп жатқан, атып жатыр ана жерде салют сияқты қуып жатыр. Бұлт сияқты. Енді бұлар егістікке өте қатты зақым береді. Ана жерден атайын деп адамдар қарап тұрғызып қарап жатыр. Ал бізде қарайық онда. Не бар екен? Анан қара. Жоқ, қайда баратырық біз? Басқа қалаға барайық па? Жақсы, жақсы, сұрамаймын.